Ассалаумағалейкум достар. Қалайсыздар? Төртінші сұраққа жеттік. 1867 жылы ақш Алясканы сатып алған ел. Жауаптар Австриядан, Испаниядан, Ресейден, Голландиядан, Германиядан секілді жауаптар тұр. Әуелі Аляска қандай жер, Аляска туралы қысқаша мәліметтер келтірейік. Одан кейін осы сұраққа тікелей жауап береміз. Аляска ағылшынша, жалпы сол жерде бұрын ежелден өмір сүрген халық алеуиттер және эскимостар, иә. Яғни сол Американың солтүстік бөлігінде. Яғни Американың барлық халықтары олар үндістер, эскимостар, алеуиттер не секілді тайпалық одақтар. Енді олардың пайда болуы кейбір деректерде монғолоидтық типке жатады да олар. Яғни осы бір Азиядан көшіп келген деген секілді түсініктер таралған. Жақсы, ол өз алдына бір мәлімет. Аляска алеуит тіліне аударғанда киті бар мекен, яғни кит молшылығы деген мағына береді. Яғни ол жерде кит аулау шаруашылығы дамығандығын көрсетеді. Солтүстік Американың солтүстік батыс шетінде орналасқан ақш-тың жер көлемі бойынша ең үлкен штаты. Яғни ақш-та ең үлкен штат қайсысы? Осы Аляска штаты, иә. Енді ол суреттен көрсек, міне солтүстігінде солтүстік мұзы мұхит, оңтүстігінде тынық мұхит. Жалпы өзі тікелей Ресей мемлекетімен істеп жатыр, шекараласып жатыр. Аляска таулы қыраты орналасқан. Жалпы қарайтын болсаңыз, міне осы бір аймақ, яғни қазір мынау ақш, яғни ақштың территориясы болатын болса, міне қараңыздар. ақш, Канада, қайтадан ақш та, яғни шетте орналасқан бөлігі ғой, бірсін айтқан кезде. Енді жалпы түсінікті болды, орналасу аймағын түсіндік. Тарихы, ол жерде алғашқы мекен деген тайпалар туралы қысқаша ақпарат берілді. Енді сұраққа тоқталайық. Яғни 1867 жылы ақшқа, яғни бір мемлекет осы Алясканы сатып жіберген. Сол құны қанша болды? Жалпы тарихта ең сәтсіз сауда деп аталған саудалардың бірі. Кеттік. Міне 19 ғасырдың басында орыс американдық компания Аляскада отарлау бағдарламасын бастады. Yani шағын қалалар өсе бастады дейді. Кадега аралында орналасқан жаңа Архангель Аляска қаласының алғашқы астанасы болды. Алайда 1867 жылы Ресей Алясканы өсіп келе жатқан ақшқа 7,2 миллион долларға сатып алу бойынша сатты дейді. Яғни өйткені оның колониялары ешқашан өте тиімді болған жоқ. Яғни ол жердегі сату мақсаты біріншіден суық болды. Өздеріңіз көргендей солтүстік мұз мұхитқа жақын болғаннан кейін ол жерде суықтық қатты. Яғни бір игеру жердің бәрі мұз болғаннан кейін оны бір игеру қиындық соқты, сол уақытта. Бірақ та не үшін сәтсіз сауда деп аталады? Осы уақыттан кейін ол жерде американдықтар мұнай қоры бар екенін табады. Яғни қазір мына Аляска туралы мәліметті асты жетілдіріп қарай беретін болсаңыздар, ол жер негізгі мұнай шаруашылығы орналасқан жер болып шығады. Дәл осылай 7 миллионға сатып алынған жер кейін 7 миллиардтаған пайдалар әкелді. Яғни кейде енді бұдан қандай бір құндылықты дүние шығар? Кейде сіздің бағаламай жүрген қасиеттеріңіз негізіне өте құнды болуы мүмкін. Сосын барынша өзіңізді дамытуға тырысыңыз. Демек, дұрыс жауап бізде Ресейден болады екен, иә. 1867 жылы ақш Алясканы сатып алған ел, ол бізде Ресейден.